Мұхтар Жанұзақ, орыстарды итше сабаған қос қазақ. Бұл оқиға сонау Кеңес одағының қылышынан қаны тамып тұрған 70-ші жылдардың соңында Алматыда болған. Ол кезде марқұм ақын Айтуар Сабыров Ташкенттегі Низами атындағы пединституттың студенті. Айекең 3-4 күн бос уақытын пайдаланып, Алматыда Қазпиде білім алып жатқан бала күнгі досы Қали Жолдасовқа қыдырып келеді. Екі достың не ішіп, не жегендері, қайда қыдырғандары біз үшін маңызды емес, гәп басқада. Қалияға Ташкенттен келген досын қыдыртып, кештетіп екеуі қоғамдық автобуста әңгімелесіп келе жатса, автобустағы шовинист орыстардың бірі бұларға: «Эй, вы чурки, перестаньте говорить на своем калбитском языке» деп дүрсе қоя беріпті. Оны қостап, басқалары да жамырай жөнелген ғой. Араларында өзіміздің мәңгүрттеніп кеткен жаман жәутіктер де бар дейді. Марқұм Айтуар аға қызуған жігіт еді ғой. Айтуардың жұдырығы тиген адамның қайтып келеге келуі екіталай еді. Оны айтасың-ау, бір күні Ташкентте жалғыз өзі жеті өзбекті сабады. Сонда маған айтқаны: «Қали, тек менің арт жағыма адам өткізбе, алдымнан келгенін өзім реттеймін» болды дейді досы. Тіпті Айтуардың жұдырығын иіскегендер сыртынан Айдаһар деп атайтын. Сөйтіп жүрген Айтуар орнынан атқып тұрып, бір-екеуінің аузын жаппақшы болып, тіл қорындағы бар орысшасын салып қарсы шығыпты. Көп ит қойсын ба, біздің екі ағамызды итеріп-итеріп, бір аялдамадан түсіріп кетіпті. Ызадан жарылардай болған Қали ағамыз амалы құрып, қонақ болып келген досынан қысылып не істерін білмей тұрса, Айекең такси тоқтатыпты. Таксиге отыра сала, жаңағы кеткен автобустың ізінен жүріп отыруын өтінеді. Сосын досын жұбатып: «Өзіңді бас, досым, өткен жолы келгенімде де осылай түсіріп кетіп еді автобустан. Ол кезде ғой, бір-екі аялдамаға дейін барғанбыз, бұл жолы соңғы аялдамаға барғанша еріп барамыз» деп жұбатыпты. Әлгі таксидің шопыры орта жастағы қазақ кісі екен. Жолай бара жатып мән-жайдың бәрін түсіндіріп айтыпты. Автобус аялдамаға тоқтағаннан, таксиде аялдамаға жетпей тоқтайды екен. Күн батып, көз байланар шақ дейді. Бұл екеуі таксиден түсе сала аялдамаға барып тұрады да, автобустан түскен орыстың еркек кіндіктісі болса болды, бас салып сабап тастап, одан әрі таксилеріне міне сала, баяғы автобустарының ізінен қуып кетеді екен. Міне осылайша әлгі автобус соңғы аялдамасына жеткенше автобустан түскен орыс болса итше тепкілеп барған ғой. Бұлардың осы әрекеттеріне риза болған әлгі таксист қайта-қайта алғысын айтып, ағаларымыздың ұсынған ақшасын алмай, тіпті айтқан жерлеріне дейін тегін жеткізіп салыпты. Қайтсын байғұс, өз жерінде жүріп, бөтен біреудің езгісінде жүру оңай деймісің. Мұхтар Жанұзақ, оқыған Сұңғат Ғазизұлы.